Өз ауласындағы сарай ішінен жер астына көмілген 66 жастағы Мақсат Қарабалин мен 64 жастағы Нәсіп Өтешқалиеваның мәйіттері туралы тың ақпарат белгілі болды. Бұл туралы Алаш.кз сайты хабарлайды. Атырау облысының Жангелдин ауылында бұған дейін хабар ошарсыз кеткен ерлі зайыптылардың өліміне қатысты Атырау облыстық полиция департаментінің ресми өкілі Мейірім Ердәулет растады. Әлеуметтік желіде жалған ақпараттар тарап жатыр. Яғни ерлі зайыптыларды тұншықтырған екен, немесе өзге де денелеріне зақымдар келтірілген деген ақпараттар тарап жатыр. Алайда полиция тарапынан мәлімдегіміз келеді. Олардың денелерінде пышақ іздері бар. Яғни шаншып тығу арқылы болған дене жарақаттары тіркелген. Алайда полиция мүрделерді сот медициналық экспертизадан өткізді. Қазіргі таңда эксперттердің жауабы нақты келуі қажет. Нақты қандай жарақаттар салды және өліміне қандай жайттар әсер етті? Қадірлі көрермендер, бұл ақпарат қоғамда тарап жатқан түрлі қауесеттерге ресми нүкте қою үшін маңызды деп ойлаймын. Мұндай ауыр қылмыс кезінде әртүрлі болжамның шығуы түсінікті. Бірақ нақты дерек тек тергеу мен сараптама нәтижесіне сүйенуі керек шығар. Полиция өкілінің мәйіттерде пышақ жарақаттары бар екенін ашық айтуы алып қашпа әңгімелердің алдын алу үшін жасалған қадам деп ойлаймын. Дегенмен, сот медициналық сараптаманың қорытындысы шықпайынша қандай жарақат шешуші болғанын, немесе өлімге нақты не себеп болғанын кесіп айту ерте. Бұл жерде эмоцияға берілмей, ресми ақпаратты ғана негізге алған дұрыс. Бұл оқиғада өздеріңіз білесіздер, 2 адам қаза тапты. Марқұмдардың жасы, ауылдағы өмірі, туыстары мен көршілерінің жағдайы бәрімізді ойландыру керек шығар. Қоғам ретінде әрине біз шындықтың толық ашылуын талап ете аламыз. Бірақ тергеуге қысым жасап, асығыс қорытынды шығармауымыз керек. Әділдік тек дәлелмен, заң аясында орнаса ғана маңызын жоғалтпайды.